seni желтоқсан желі ызғарлы солдырды гүлді оңдырды нұрды көңілде мұңды із қалды. Бозала таң. Алматы 1986 жылдың 17 желтоқсаны. Дабылмен көтерілген милиция мектебінің курсанты Темірбек өзге курсанттармен бірге алаңды сырт жағынан қоршап тұр. Қазақтарға деген сенімсіздіктен туындаған сақтық шараларының бірі қазақ ұлтының азаматтарын тек қосалқы күштер арасында ұстау керек деген жасырын бұйрық еді. Милиция мектебінің курсанты 20 жасар Темірбекке ол қызық емес тұғын. Оның бар ойы осы дүрбелеңде барынша көзге түсіп, жақсы атаққа ие болып, ішкі істер сатысымен тезірек көтерілу еді. Ол үшін мына қала толы бұзақылар мен нашақорларды, соларға еріп жүрген есірген студенттерді тездетіп тыныштандырып, Қазақстанда социалистік заңдылықтарды қалпына келтіру қажет. Ары қарай бәрі баяғыша компартия айқындап салып берген жолмен қарыштап коммунизмге жол тарта беру керек. Осындай ойлармен сыртқы қоршауда тұрған Темірбекті бір орыс типтес милиция майоры. «А ну-ка, вы трое, пошли со мной» деп үш жолдас жігіттермен ерте жөнелді. Бір көшенің қиылысында жерде жатқан 6-7 кісіні әскери жүк көлікке тиеу керек екен. Бұл қасындағы өзге ұлттың 2 курсантымен жылдамдатып іске кірісті. Қасындағы шешен жігіті орысшалап: «Мына жерде әйел кісілер де бар ғой. Қайдағы бұзақы, қайдағы нашақор. Нашақорға ұқсамайды» деп бастап жатыр еді әлгі майор. «Сен не оттап тұрсың, қаракөтен кавказдық? Бұйрық берілді ме? Орында. Немене, соларды кузовқа лақтыра салу сонша қиын ба? Сені де болашақ милиционер дейді ау» деп боқтанып түкірініп жатыр еді. Шешен жігіт екі аттап майордың қасына барып жағасынан алды да: «Тыңда мені, майор, мен ешқашан қарусыз әйелге қол көтермеймін. Саған керек бе? Сен ұрып соқ. Мен еркекпін. Менің намысым бар» деп шетке шығып тұрып алды. Майор енді Темірбекке қарап: «Ал сен не дейсің, азиат? Сен де намыстысың ба? Әлде бұйрық орындайсың ба? Ертеңгі карьераларың сұрақтың астында тұр» деп ежірейгенде Темірбек пен қастарындағы 3-ші курсант, 2 орыс ұлтының халық жасақшылары әлгі жерде жатқан сорлыларды жүк көлікке тиеп бастады. Араларындағы 2 әйелдің жаны жоқтай былқ-сылқ етіп жатыр. Жастауының киімінің алдыңғы жағы талқан болып жыртылған, беттері қан. Темірбек орта жастағы қазақ кісіні көтеріп жатыр еді. «Інім-ай, мен қалаға емделуге келгем, ештеңеге араласым жоқ. Бұзақылыққа барған жоқпын. Айтшы аналарыңа жіберсін. Мен ауылдық жерден емделуге келдім» деп ақталып жатыр еді. Майордың: «Әй, азиат, атаңды көргендей неғып тұрсың? Есінен тандырып соқ та лақтыр кузовқа» дегеннен жүрегі дір етсе де, әлгі қазақ кісіні иығы мен мойын тұсынан резеңке таяқпен бір соғып бүктетті. Иыққа салып кузовқа лақтыра салды. Сол 7 кісіні тиіп болғасын. Майор келіп: «Жарайсың, азиат, саған сенуге болады екен. Ертең бастықтарына саған жақсы мінездеме жазып берем. Мектептен аға лейтенант болып шығасың. Саспа, сенде енді бәрі ойдағыдай болады. Аты жөнің қалай, мен жазып алайын» дегенге Темірбек өзін толық таныстырды. Тек әлгі шешен жігіті ғана: «Ну и козел жеті, Тимур. Против своих пошел. Как-то с этим будешь жить теперь» деп жерге бір түкіріп теріс айналды. Темірбекке оның айтқаны түк те әсер етпеді. Оның қаны қызып жаңа ерліктерге бастап тұрған. Жаңағы майор бұнымен 2 жасақты мінгізіп алып, бір шетіретте орналасқан емханама, шипажайыма соған келді. Әлгілерді сүйрелеп түсіріп, іштегілерге тапсырды да есік алдына темекі тартуға шықты. Майор рация арқылы әлдекімдерден бұйрық алып тұрған. Іштен алдында брезент алжапқышы бар милиция көйлегін киген орыс ұлтының азаматы асығыстау шығып: «Товарищ майор, да этот казах никак не успокоится. Разрешите спецсредства» дегенге майор Темірбекке қарап: «Бар, жаңағы ағаң тыңдамай жатыр» дейді. «Бар да, тынышталдыр, сенің ағаң ғой» деп арқылдап күлді.
Коридормен келе жатқан Темірбектің құлағы ушудан тұнып қалды. Кім қорланып жатыр, кім зорланып жатыр? Қарулы жігіттер әлдекімдерді қолын қайырып төсекке жатқызса, ақ халатты біреулер оларға екпе салып жүр. Бұл кірген бөлмеде 3-4 еркек әлгі емге келдім деген қазақ кісімен арбасып тұр екен. Қанша дайындалған десе де, мына милициялардың күші қыр қазағына жетпей тұрған сықылды. Бір бұрышта арлан қасқырдай болып айбат шегіп, жанына адам жолатпай тұрған қазақтың өңі ыза мен кек, шарасыздықпен күйікке толы еді. Темірбекті көрген әлгі кісінің көзінде сәл де болса үміт оты жанғандай болды. Бауырым-ау, қазақтың баласы екенсің. Айтшы мыналарға, мен бұзақы емеспін. Емделуге келіп едім, құжаттарымның бәрі әлгі майорда. Содан сұрасаңдар, анығын айтар. Фашист емессіңдер ғой, совет адамсыңдар ғой. Түсінсеңдерші, деп шырқырап жатқан кісіге Темірбек: Иә, аға, алаңдамаңыз. Құжаттарыңызды көрдім. Майор сізді шығарып жібер дегесін, ертіп кеткелі келдім. Қолыңыздағы темірді тастаңыз. Киімдеріңізді алып, маған еріңіз. Қорқпаңыз, бәрі анықталды. Сіз боссыз. Дей келе, әлгі кісінің екі аяғының ортасынан резинка таяқпен бар күшімен салып қалды. Жан дауысы шығып, екі бүктетілген кісіні Темірбек желкесінен қосымша тағы бір соғып, қапталдағы койкаға жыға салды. Әлгі қоршап тұрғандар жапа тармағай жабылып, төмпештей бұра бастады. Әй, бүйтіп қазақ болғаныңа. Иттің ғана баласы. Сен менің бала шағамның наласы жібермесін. Деп ышқынып қалды. Нала деп мырс еткен Темірбек үлкен бір іс тындырғандай. Сыртқа жеңімпаз күйде шықты. Ие, сол оқиғалардан соң Темірбектің қызметі күрт өсті. 10 жылға жетпес уақытта майор шенін алып үлгерді. Үйленіп 2 перзентті болып, Алматыдан пәтерде алып бар жағдайын жасап алған еді. Ол, мен өз өмірімді жасап алдым. Керек кезде керек жерден табылдым да. Өз таңдауымды жасадым деген оймен іштей риза боп жүретін. Әлгі емханада өзі құлатып, қорқауларға жығып берген қазағын. Кейін қала сыртындағы өліктер төгілген шұқырдан көргені де, бұған ешқандай ой салмады. Әйтсе де, сол күні погондарын шешіп, ар намысыма дақ салмаймын деген шешеннің бастауымен. Желтоқсан қылмыстарын ашу кезінде бұған да таяқ тиіп кете жаздады. Сондықтан бұған басқа облысқа үлкендеу қызметке ауысуға мүмкіндік берілді. 1996 жылы 8 жасар қызы: Папа, маған ұстазым желтоқсан батырлары туралы тақпақ жаттап кел деді. Қандай тақпақ жаттайын? Сіз туралы тақпақ бар ма? Сіз ерлік жасадыңыз ба, дегенде, жүрегі бірінші рет шым еткен. Ие, өмір қызық нәрсе ғой. Кешегі бұл бұзақы, қылмыскер деп жүргендер ұлт батырына айналса. Бұл бұйрығын орындап көзіне түсуге тырысқан майоры халықаралық қылмыскер есебінде бір жақтарға қашып кетті. Сол жастардың асыл арманы тәуелсіз ел болса, сол жастарды қырып жойған бұлар енді сол тәуелсіз мемлекетте қызмет етіп жүр. Көптеген таныстары бұны желтоқсан оқиғалары кезінде тек жай ғана сыртқы қоршауда болған. Бұның қанды қырғынға ешқандай қатысы жоқ деп ойлайды. Өмір солай өтіп, жабулы қазан жабулы күйінде қалар ма еді? Кім білсін? Егер оқыс бір жағдай болмағанда. 2008 жылы ұзатыларына бір апта қалған қызы кафеден келе жатқан жолында көлік апатына ұшырап, аяқасты көз жұмбағанда. Әрине, ондай оқиғалардың сан түрін көріп жүрген Темірбек үшін бұл жай ғана кездейсоқтық сияқты көрінді. Бірақ әйелі 1 жылға дейін қайдағы кездейсоқтық, қасындағы 2 қызға тіпті сызатта түспеген. Бұл қалай? Неге біздің қыз өліп кетті? Деген сұрақтар мазасын алған. Бұл әрине қолындағы бар билікті пайдаланып, оқиғаның бүге-шігесіне дейін тексерткен, сараптама жасатқан. Бәрінің айтары бір нәрсе. Ол жерде бұның қызының ол авариядан өлуі мүмкін емес еді. Бірақ қандай да бір құдіреттің күшімен қыз үзіліп кеткен. Қызы қайтыс болған соң, бұлардың бар тілегі ұлы болды. Қызынан 2 жас кіші ұлының сабағы жақсы. Әкесінің айтуымен заңгерлікте оқып жүр.
оқуын бітіргесін бұйыртса, тамыр таныстарын араға салып жүріп, прокуратураға орналастырса, оның өмір жолы мен карьерасына жақсы жағдай жасалады. Содан соң заң университетінің 3-ші курсында оқып жүрген олы аяқ астынан ауырып қалды. Басында болар болмас жөтел боп жабысқан аурудың емі табылмады. Қазақстанды тауысып шет елдерге емдете бастады. Ұлы күн санап сөніп семіп бара жатты. Салдырап қу сүйегі қалды. Шаштары түсіп жүруден қалды. Кореялық дәрігер өкпе обыры деп диагноз қойғанда, бұл тұрған жерінде теңселіп кетті. Аурудың үдеп кеткендігі сонша обыр бауыр. Бөтеке ішкі құрылысты зақымдап тастаған. 2 рет химиялық терапия алғаннан, істері де түсіп бастады. Төсекте жатқан тірі әруаққа айналды. Дәрігер атаулыдан түңілген Темірбек. Баласын Қазақстанға келіп, таудағы ауылда қымызбен баптай бастады. Алғашқы 3 күнде бетіне қан жүгіріп шырайлана бастағанына. Қуанған бұлардың қуанышы су сепкендей басылды. Бала жазылмастан үзіліп кетті. Баласын қызының қасына жақын жерге арулап көміп, өздерінше жоралғыларын жасап болғасын. Әйелі жүйкемді тыныштандырады деген сылтаумен коньяк, виски ішіп жүрді. Айналасы 4-5 айдың ішінде арақсыз ұйықтай алмайтын. Арақ ішпесе тұра алмайтын жағдайға жетті. Сондай бір күні өзіне өзі келіп сергісін деген оймен Алматыға 4 күніне жіберген еді. Арада 1 апта өткесін. Туған балдызы телефон соқты. Тез кел. Әпшемнің жағдайы нашар. Жедел жәрдем алып кеткен еді. Бір психикалық ауытқулар емханасына жатқызыпты. Дегенге салып отырып жеткенді. Келген бетте әйелі жатқан емханаға жетті. Жетті де тас төбесінен біреу салып қалғандай мелшиіп тұрып қалды. Иә, сол баяғы емхана. Аздаған өзгерістер болғанымен, кіре берісі сол баяғысы. Бұл ұзын коридормен келе жатыр. Әртүрлі айғай, шу, ыңырсыған, қарқылдаған, тұншыға жылаған үндер. Санитар бір есікті ашып қалғанда, сол баяғы көрініс көз алдында тұрды. 2 санитарға бой бермей тұрған әйелі. 2 қолын қызыл ала қылып тістелеп тастаған күйде. Бұрышта ешкімді жақындатпай тұр екен. Сен бәріне де кінәлі. Сен өлтірдің қызың мен ұлыңды. Сен мені де өлтіруге келдің. Түнде бір кісі келіп мені тұншықтырды. Сен жібергенсің сол кісіні. Сол кісінің наласы бар екен сенде. Сен неге оған қастық істедің? Деп еліріп алған. Адамға бой бергелі тұрған жоқ. Бұл қасына 1 қадам жақындап, неге сен олай дейсің? Мен саған көмекке келдім. Жүр, мен сені алып кетем. Тауға барамыз. Ұлымызбен қымыз ішеміз. Жүре ғой, жаным. Деп, жанына жақын барып, құшақтап алды да, қасындағы койкіге жығып, санитарлар қолын байлағанша ұстап жатты. Енді өзінен қайран жоғын түсінген бұл. Палатадан шығар есікке бара жатыр еді. Жауызсың сен. Өлтіріп кет мені де. Қызың өлді, ұлың өлді. Мені де өлтір. Мойныңдағы кісі наласын солай шеш. Оңбаған. Жауыз. Қаншер. Деп айқайлап жатты. Есік алдына шыққан Темірбек оңбай шаршап шықты. Бір кездері осы есіктен жеңімпаз болып, масайрап шыққан Темірбек өмірден оңбай соққы алып, жеңіліп шаршап шықты. Енді оның ойындағы бір ғана мақсат. Өз үйіндегі сейфте тұрған тапаншаға жету еді. Иә, неше адам, неше тағдыр. Өз өркенде мақсатқа жет. Тек жолында кездескен бір адамның наласына қалма. Тағдыр таразысы алдында бәріміз бірдейміз. Сондай аласапыран дүрбелең шақтарда көп ішінде жасаған қылмысың білінбей кетуі де мүмкін. Мен бұйрықты ғана орындадым деген көңіл жұбатар сылтауыңда болуы ғажап емес. Тіпті заң шеңберінде сенікі дұрыста болуы мүмкін. Тек ар сотының алдында ғана барлық адам бірдей. Пара беріп, пара алып, кісінің несібесін жеп наласына қалма. Жала жауып, жазықсыз жанның мойнына жаланы қиып салып, өсек қайбат айтып сағын сындырма. Әділдікті бұрмалама.
Көңіл жықпастық үшін өтірік куәлік берме. Үкіметтің ақшасын жедім деп, елдің несібесін жеп налаға қалма. Қатыгез бұйрықты орындап жазықсыз кісінің наласына қалма. Мүмкін, әлгі шешен жігіті сияқты ар алдында адал болып қалуда бір шешім шығар. Соны ойлан. 1986, 2011, 2022 жылдары қанды қасабының толықтай тарихы ашылған жоқ. Оған қатысқан қарапайым адамдарға оқ атқандар әлі де сол қызметте, сол орында, билік басында отыруы мүмкін. Олар заңмен сотталмауы мүмкін. Оларды ар заңы соттап олардың өзіне немесе ұрпағына зиян тигізуі мүмкін. Заң сотынан бұрын, ар сотының барын ұғын, өзің ұғын, ұрпағыңа ұғындыр. Тағдырдың талқысы өзіңе, ұрпағыңа зиян тигізбесін десең ойлан. Мұрат Кенжебаев. Бейнеу,